Амансыздар ма оқырмандар, арнама хош келдіңіздер. Мені әрқашан қолдап, лүпіл басып, тіркеліп жатқан әрбір жанға алғысым шексіз. Күндеріңіз берекелі болсын, баршаңызға рахмет. Екі нәрсе адамда мәңгі тұрмайды, жастығы мен күш қуаты. Екі нәрсе әрбір адамға пайда береді, көркем мінез бен кешірімділік. Екі нәрсе адамның қадірін көтереді, кішіпейілділік пен адамдарға көмек. Екі нәрсе бәлені қайтарады, садақа және туыстық қатынас. Барлығының көңілінен шыға алмассың. 1000 рет дұрыс істесең де, бір қатеңді сөз қылады адамдар. Туған туыстарыңызға жиі хабарласып тұрыңыз. Күн сайын жақсылық жасауға тырысыңыз. Кешіре біліңіз. Зиялы адамдармен көбірек уақыт өткізіңіз. Күніне кем дегенде 3 адамға қарап жымия біліңіз. Сіз туралы басқалардың не ойлайтыны сізді толғандырмауы қажет. Жұмысқа емес, отбасыңызға көбірек көңіл бөліңіз. Өмір туралы. Жақсы болсын, жаман болсын, бәрі өзгеретінін ұмытпаңыз. Жақсы нәрсенің барлығы да алдыңда күтіп тұр. Өмірдің өзі уақытша. Алла тағала адамға байлықты сынақпен береді. Біреуге байлық береді, бірақ тыныштық бермейді. Отбасында береке болмайды, кесел мен ауру беріп қояды. Алла адамға не берсе де сұраусыз бермейді. Бергенінің ертең қиямет күні туғанда сұрауы болады екен. Саған берілген әрбір артық нәрсенің үтір нүктесіне дейін сұралады екен. Егер саған Алла байлық бермесе, оған налудың еш жөні жоқ. Есесіне сенің ұйқың тыныш, отбасыңда береке бар. Ол саған өлшеніп берген бақыт екенін ұмытпа. Бұл тірлікте бәрі өлшеулі. Бақыт та, байлық та, уақыт та. Тіпті өмірдің өзі де өлшеулі емес пе? Сондықтан барыңа шүкір ет. Қазақта айтады, баланы патшаңдай сыйла да, құлыңдай жұмса деп. Бұл дегенің балаңды бақ, ішіндір, киіндір, мұқтажын алып бер, оқыт, тоқыт, бірақ тым асыра дегенің жасама. Тәрбиеле, еңбекке баулы, бетімен жіберме деген сөз. Баланың саналы болуы ата-ана алдымен өзімізге байланысты. Ерке деп дегенін жасай берсең, ол бара-бара басыңа шығады. Одан кейін оны тәрбиелеу оңайға түспейді. Сондықтан баланы бесігінен бастап жібере тартып тәрбиелеген дұрыс деп ойлаймын. Балаға тым қатал да, тым жұмсақ та болмаған дұрыс. Не ексең, соны орасың деген. Балаға қалай тәрбие берсең, соның жемісін айналып келіп, өзің жейсің. Осыны есіңізге сақтаңыз.